Менің жаным сіз үшін қапас. Ағарманнан ақ гүлден, пәк жүректен пәктіңнен, жақсылықтан жаратып, ойлап сені таптым мен. Самғап әсем әніммен, жалғап сені жаныммен, махаббатым арқылы сұлу еттім бәріне. Жанарыма от жағасың, жүрегімде ғанасың. Мен өмірден өтсем де, әнім болып қаласың. Жанарыма от жағасың, жүрегімде ғанасың. Мен өмірден өтсем де, әнім болып қаласың. Бүгін түсініксіз жағдайларда өз пәтерінен жеңіл сәтті жас жігіт жоғалып кетті. Полиция пәтерді тексеріп шықты, бірақ оны күш көрсетіп ұрлап кеткен рейтінде ешқандай із жоқ. Біз терезеден көрдік. Бір секунд атқа бұрылғанымыз сол, ол көз алдымыздан жоғалып кетті. Адам түсініксіз жұмбақ жағдайда жоғалып кеткен деген пікір туады. Біздің тәжірибемізде бұл алғаш рет болып отырған жағдай. Соған қарағанда бұл арнайы бөлімнің жұмысы. Жоғалып кету жағдайларының түрі көп. Сонда қалай? Ол жер астына кіріп кеткен бе? Сен деп соққан жүрегім айнымасын білемін. Сезім билеп жанымды, өзіңді ойлап жүремін. Сенсіз өмір жай ғана, сен іздеймін қайдан. Сенің бейнең тұрады кеудемдегі айнада. Жанарыма от жағасың, жүрегімде ғанасың. Мен өмірден өтсем де, әнім болып қаласың. Жанарыма от жағасың, жүрегімде ғанасың. Мен өмірден өтсем де, әнім болып қаласың. Жанарыма от жағасың, жүрегімде ғанасың. Мен өмірден өтсем де, әнім болып қаласың. Жанарыма от жағасың, жүрегімде ғанасың. Мен өмірден өтсем де, әнім болып қаласың. Жанарыма от жағасың, жүрегімде ғанасың. Мен өмірден өтсем де, әнім болып қаласың. Жанарыма от жағасың, жүрегімде ғанасың. Мен өмірден өтсем де, әнім болып қаласың. Әпке, оның сезімінің күші барлық нормативтік көрсеткіштерден асып кеткен. Біз көптеген әпкелеріміздің оны ұнатып қалып, бірақ арада өзара сүйіспеншілік болмағасын қиналып, азап шеккендерін білеміз. Әпке,
Сен біздің болашақ өркениетімізге қауіп төніп тұрғанын білуің керек. Оның жүрегінің күшті соғысы саған зиян келтіруі мүмкін. Ер адамның ағзасы жойылу керек. Жіберіңдер оны.